Barşaga salem dostlar, sizlerмен sport жаңалыктары. Videoni бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Кубалық боксшы Айдос Ербосынұлының жағдайын білу үшін емханаға барды. Кубалық боксшы Давид Маррел қазақстандық Айдос Ербосынұлы тексерістен өтіп жатқан Хенепин аймағының емханасына барды. Бұл туралы boxplus.com хабарлады. Маррел Ербосынның жағдайын білуге барған, ал осыған дейін медициналық орталық қазақстандықтың жағдайын байланысты нақты ақпарат беруден бас тартты. Ербосынұлы Маррелге қарсы өткен кездесуде 12-ші раундында нокаутпен жеңілді. Айқастан кейін оны дәрігерлер зәмбілмен алып кетті. Емхана Айдосты жасанды комаға жіберген. Алдын ала болжам бойынша оның миына қан кеткен. Ал Маррелдің бапкері болса қазақстандықтың бұл жағдайыны түсуіне кімнің кінәлі екенін айтты. Мұндай мәлімдемені бапкер Айдостың жағдайы қиындағанға дейін айтты. Бапкер Айдос Ербосынұлының жекпе-жекте неге тоқтатпағанын айтып берді. Екінші орта салмақтағы қазақстандық боксшы Айдос Ербосынұлының бапкерлерінің бірі Эммануэль Савой кубалық Давид Маррелге қарсы кездесуде неге ерте тоқтатпағанын айтып берді деп жазады. Бұл кездесуі 6 қараша күні Миннеаполис, ақш қаласында өтті. Жекпе-жектің 12-ші раундында Ербосынұлы нокаутпен жеңілді. Кездесуден кейін дәрігерлер оны зәмбілмен алып кетті. Ал кеше Айдос операция жасалды. Бас бапкердің көмекшісі Савойдың айтуынша ол 10-ші раундтан кейін кездесуді тоқтатқысы келген. Бірақ боксшының өзі мен бас бапкер Қанат Арақбаев айқасты жалғастыра беруді жөн санаған. Негізі менің қолымда ақ орамал болды. Мен оны лақтыруға дайын ем. Бірақ Айдостың өзі кездесуді жалғастырғысы келді. Оның бас бапкері Арақбаев те жалғастыруды жөн санады. Қанат Айдостың жағдайын көріп бәрі жақсы деді. Нокдауннан кейін де Айдостың жағдайы дұрыс еді. Есіне таныған жоқ. Төршіні танып тұрды. Ол басын көтеріп кездесуді жалғастырғысы келетінін айтты. Ербосынұлы соңына дейін барғысы келді. Айдос керемет жігіт. Қазір мен ол туралы айтқым келмейді. Ойласам, ойымдап кете беремін. Тек Айдос тезірек жазылып кетеді деп ойлағым келді, деді ол. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.